Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүрек анатомиясы. Және де адам организмінде болып жататын үлкен және кіші қан айналым шеңберіне жалпы түсінік, яғни гемодинамикасымен таныс боламыз. Және де жүрек ақаулары кездерінде гемодинамика қалай өзгеретінін кішігірім тоқталып, бұған жалпы түсінік қалыптастырамыз. Алдағы видеоларда бұларға толығымен түсіндірілген видеолар шығатын болады. Енді жүректің негізгі құрылымдарымен таныс болсақ, жүректе екі жүрекше және екі қарынша болады. Оларды оң жақтық және сол жақтық деп екіге бөлеміз. Міне мынау оң жақ жүрекше, мынау оң жақ қарынша, сол жақ жүрекше және де сол жақтық қарынша болады. Енді біз оң жақ жүрекшеден бастаймыз. Оң жақ жүрекшеге негізінен екі вена кеп құяды. Жоғары қуысты вена және төменгі қуысты вена. Жоғары қуысты вена бұл бастан, қолдардан веналар арқылы қанды алып келеді. Ал төменгі қуысты вена бұл ішкі органдардан және де аяқтардан қанды жүрекке алып келеді. Және де жүректің жұмыс істеу принциптеріне келетін болсақ, бізде жүрекшелер жиырылған кезде қарыншалар босаңсиды, ал қарыншалар жиырылған кезде жүрекшелер босаңсиды. Қазір оларды толығымен түсінетін боламыз. Және де біз негізгі клапандар бар. Бұл жүрекше қарынша аралығындағы клапан, және де аорта, және де өкпе сабауындағы клапандарды атаймыз. Оң жақтық жүрекше мен қарынша аралығындағы клапанды немесе жапқыштарды, бұларды біз үш жақтаулы клапан деп атаймыз. Ал сол жақтағыны екі жақпалы немесе митралды клапан деп атаймыз. Ал мыналарды жарты ай тәрізді клапан деп атаймыз. Енді бұларға қазір келеміз. Енді мына жоғарғы және төменгі қуысты веналардан қан жүрекке қарай келген кезде, ол кезде мына бізде үш жақтаулы қақпақша жабық тұрады. Үш жақтаулы қақпақша кейін үш жақтаулы қақпақша жабық тұрған кезде, мына өкпе сабауындағы жарты ай тәрізді клапандар бұл кезде ашық болады. Яғни бұл жерде жүрекшелердің босаңсығаны, ал қарыншалардың жиырылған кездеріне тура келіп тұрмыз. Енді мынау жүрекше жиырылған кезде, бұл алдағы уақыттарда өткізгіштік жүйесін айтатын боламыз. Қалай жиырылады, неге жиырылады? Енді мына жүрекшелер жиырылған кезде, ол кезде мына қақпақшалар ашылады. Үш жақтаулы қақпақшалар, веналардың қақпақшалары жабылады. Сол кезде қан оң жақ қарыншаға толады. Бұл веналық қан деп аталады. Әлі артериялық қанға өзгерген жоқ. Енді осы жерден мына толған кезде, сосын бізде қарынша жиырыла бастайды. Және де қарынша жиырылған кезде, мына астынан толған қан үш жақтаулы қақпақшаларды мынандай горизонтальды бағытқа алып келіп жабады. Және де осы клапандар бір-бірімен бұлай жабылған кезде, ол жердің арасынан тіпті инеде өтпейді, яғни толығымен жабылуы қажет қалыпты жағдайда. Бұлар жабылған соң, мына өкпе сабауындағы клапандар ашылады. Және де мына жер жабылған соң, бұлар қанның басқа кететін жолы жоқ, тек осы өкпе сабауы арқылы өкпеге қарай кетеді. Мынау өкпе сабауы немесе өкпе артериясы деп атайды. Мына екеуін өкпе артериясы, ал мынаны өкпе сабауы деп атайды. Енді бұлар өкпе артериясы болғанымен де, бұл жерде веналық қан әлі артериялық қанға өзгерген жоқ. Олар кейін өкпеге айналып барып, өкпелерде оксигенация, яғни оттегімен зат алмасу жүреді де, ол артериялық қанға айналады. Және де артериялық қанға айналып, екі өкпеден, екі венадан артериялық қанды сол жақ жүрекшеге алып келіп құяды. Сол жақ жүрекшеге 4 өкпе венасы құяды, бірақ та ол жерде артериялық қан болады. Неге? Себебі ол жерде көмірқышқыл газын сіңіріп, оттегіні қанға қарай берді, ал көмірқышқыл газы өкпе арқылы сыртқа қарай шығып кетті. Осы кезде сол жақ жүрекшеден жиырылған кезде, ол кезде сол жақ қарыншаға қарай түседі. Бұл артериялық қан. Артериялық қан жоғары қарай, тура жаңелегідей жоғары қарай клапанды жабады. Және де мына митральды, яғни екі жақтаулы клапан жабылған кезде, мына аортаның клапаны ашылады. Аортаның клапаны ашылып, аортаға қарай қан кетеді. Және де
аортамен қан кетіп, ол бүкіл организмге қан тарайды, және де ол жердегі метаболизмге түсіп, метаболизмнің соңғы өнімдері мына жоғарғы қуыс вена және төменгі қуыс вена арқылы қайтадан жүрекке айналып келеді. Осы арқылы адам организмде гемодинамика өзгеріп тұрады. Қалыпты жағдайда жүрекше аралығында және де қарынша аралығында перделер болады. Эмбрионалды даму кездерінде бізде осы перделердің толық жабылмау әсерінен ол жерде қандай да бір ақаулар болуы мүмкін. Біз оларды қарынша аралық перденің ашық қалуы немесе жүрекше аралық перденің ашық қалуы дейміз. Яғни бұл кезде артериялық қан мен веналық қан бір-бірімен араласып кетеді. Араласып кеткен соң адам организмде толығымен оттегі жетіспейді. Оттегі толық жетіспеген соң ол адам организмдегі оттегі негізгі қызметі ол энергиямен қамтамасыз ету. Оттегі болмаса Кребс циклы дұрыс жүрмей, ол жерден аз АТФ-тар бөлінеді, яғни аз энергия шығады. Соның әсерінен адамда әлсіздік, цианоз, шаршағыштық, ентігу белгілері пайда болады. Алдағы уақытта бұларға байланысты толық видео шығатын болады. Ал мына кезде тек қана түсінік қалыптастырайық. Яғни артериялық қан сол жақ жүрекшеден оң жақ қарыншаға қарай өтіп кетеді, оң жақ жүрекшеге қарай өтіп кетеді. Ал мұнда оң жақ қарыншадан сол жақ жүрекшеге қарай өтіп кетеді. Және де сонымен қоса аорта мен өкпе сабауының арасында бізде эмбрионалды даму кезінде, яғни құрсақтың ішінде жатқан кезде арасында мынадай бір саңылау болады. Ұрық қан айналымында алдағы уақытта видео шығаратын боламыз, сол кезде толығырақ айтамыз. Осындай сабау болады, және де осы арқылы ұрықтың қан айналымы дұрыс жүріп отырады. Алайда ол сәби дүниеге келген соң ол клапан жабылып, арасында ешқандай байланыс болмауы қажет. Және де осы клапан жабылмай ашық қалып кететін болса да, ол адам организмдегі артерия мен веналық қанның екеуінің бір-бірімен араласып кету салдарынан жаңағы белгілер пайда болады. Және де адамда жүре пайда болған жүрек ақаулары бар. Олар негізінен клапандардың жетіспеушілігінен пайда болады. Яғни клапандардың стенозы немесе клапандардың жеткіліксіздігі болуы мүмкін. Солардың ішіндегі ең жиі кездесетін бір клапанға тоқталайық. Ол бізде митральды клапан. Мына бір клапан. Осы митральды клапан көбінесе ревматизммен зақымдалады. Ревматизм бұл қалай дамиды? Қысқаша түсінік ретінде қалыптастырайық. Көбінесе бұлар бета-стрептококктардан дамиды, яғни адамның тамағы көбінесе ауыратын болса, және де емделмейтін болса, бұл жердегі бета-стрептококктар венаға қарай өтеді. Венаға қарай өтіп, жоғарғы қуысты венадан оң жақ жүрекшеге, одан оң жақ қарыншаға, одан өкпе сабауына барып, өкпеге барып, өкпе веналары арқылы сол жақ жүрекшеге келген кезде митральды клапанға орнығады көбінесе. Және де осы кезде митральды клапан толығымен жабылу қажет болатын болса, яғни қарыншалар жиырылу барысында толығымен жабылу керек болатын болса, бұл кезде стеноз пайда болып, ол толығымен жабылмай қалады, ортасында ашық қалып кетеді. Соның әсерінен 70% қан аортаға қарай, ал қалған 30% бұл жүрекшеге қарай қайтадан өтіп кетіп тұрады. Және де адам организмі компенсаторлы механизм, яғни осы ауруға бейімделу мақсатында жүрек тез соға бастайды, яғни жылдамдығын арттырады. Соның әсерінен бізде гипертрофия, яғни жүрекшелердің ұлғаюы, жүрекшелердің немесе қарыншалардың ұлғаюы болады, яғни гипертрофия деп атаймыз оны. Гипертрофияланған қалыпты жағдайда осындай болатын болса, олар гипертрофияланған кезде, яғни олардың көлемдерінің ұлғайған кездерінде қалыпты жағдайда осындай болу керек. Жүрек осындай болып өзгереді. Енді бұларда біз нені байқаймыз? Бұл негізгі клапандардың ашылып жабылуы барысында негізінен жүректе шулар пайда болады. Яғни аускультация арқылы тыңдаған кезде жүрек тондары деп атайды. Ол жүрек тондары осы клапандар аппараттардың жабылып ашылуына байланысты сондай дыбыстар туындайды. Ал егер де осы клапандарда қандай да бір ақау пайда болатын болса, турбулентті, яғни қалыпты жағдайда осылай кетуі керек қан, турбулентті ағыспен былай кететін болса, онда жүректе тыңдаған кезде шулар пайда болады. Және де оны диагностикалау арқылы біз оған нақты диагнозды қоюға көмегін тигізеді. Осымен
видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайкты басайық. Қазақ тілді медициналық каналының дамуына өз үлесімізді қосайық.